нәрседен жасайтын тағам. Сонымен сіздерге бірінші керегі мынау капустаны турап майдалап аласыздар. Оған қосарларыңыз картоп. Өткен сабақтарда айтып өтіп жатырық, картоптың осы көкөністердің адамға қандай емдік шифалары бар екендігін. Бірінші капустаны қосамыз, екінші картопты, үшінші сәбіз, төртінші пиязды турап майдалап қосамыз, құйрық майы. Бұны да өздеріңіздің тәбеттеріңізге байланысты майдалап турап аласыздар. Оған қосарымыз болгар бұрышы мен сарымсақты майдалап турап саласыздар. Төртінші қосарымыз күнделікті сабақтарда, күнделікті тағамдарда қосып жүрген зерде шөбінің дәнін. Оған өздеріңіздің тәбеттеріңізге байланысты аздап тұз қосасыздар. Және қызыл бұрыш және қара бұрыш. Қара бұрыштың жеке емдік қасиетін айтқым келіп отыр. Себебі мына күз уақытында көптеген өсімдіктерден жас балалар ұшынып тағалып жатады. Сол құсық жүректер айнып, құсық пайда болған кезінде осы қара бұрыштың бір шайға салып, бір кесеге қайнатып, сүзіп, суынан ішсеңіздер, мынау жүректің айнығанын тоқтатады. Оған қосатымыз көкөністер. Оған жаңа теңіз капустасы, соңғы қосарымыз бұл жаңа сұйық май. Әр сабақтарда өтіп жатыр. Барыңызға айтарымыз тағы оливковый майдың қолданғандарыңыз жөн. Себебі іштегі көптеген құмды, тұзды тұтпаларды денеден шығарады. Бұл тамақтың ерекшелігі бауыры ауыратын, жүрегі ауыратын адамдарға осы жасаған тағамымыздың үлкен денелеріңізге емдік шипаларын аласыздар. Сонымен жайылған қамырға соңғы қосарларыңыз сұйық майын жағасыздар. Тағы айтарымыз оливковый майын. Егер асқазаны бауыры ауыратын адамдар болса, күнделікті мына жайғандарыңызда жұмыртқаны азырақ қолданып, тұзды көбірек қолдансаңыздар, қамырларыңыз бір қалыпты піседі және денелеріңізге ауырлық бермейді. Сонымен жаңағы араласқан көкөністерімізді қамырға салып, орауларыңыз ғана қалды. Сонымен қоса, осы тағамды бауыры ауыр адамдарға көп қолданса демекпіз. Себебі адамның ішкі құрылыстары осы тағамдарды қажет етеді. Сонымен бірінші көрсеткеніміз орама болды. Мұнаның екіншісін көрсеткеніміз бұл бір жағынан дәмді де, бір жағынан сәнді, роза гүліне ұқсас ретінде жасап көрсетіп жатырық. Бұның қайнатылу уақытысы 45-50 минут. 45 минут буластырғаннан кейінгі тағамымыздың пісу қалпінде. Бұған жаңағы айтып өттік қой, бауыр, асқазан ауруларына, тамақ жемей ауруларына айранды қосқандарыңыз жөн. Екіншіге бөлек қылып жасап отырық, арнайы жасалынған тұздық. Бұны қонақтарыңызға және асқазан, ішек жүйелерінің жас жұмыс істейтін кісілерге тәтті тағам ретінде қосуларыңызға болады.
Кімде-кім теледидар тетігін енді қосқан болса, қайырлы таң болсын дей отырып, біз Таңшолпан бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламамыздың келіңіз кеңес береміз айдары көпшілік көрермендердің көңілінен шығып жүргені бізді өте қуантады.